Сәлем достар, біздің парақшамызға тіркеліп лайк басыңыз. Бүгін біз асқабақ шырынының пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Асқабақ шырыны адам денсаулығына пайдасы зор екенін білдіңіздер ме? Асқабақ шырыны балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, майжаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан, ішек жолдары асқазанның шырышты қабаттарында дерт болса, асқабақтың кезбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру ретінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы әрі қызметті жақсартады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дерттерінде асқабақты алып, дәнді мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат бетін жабық ыдыстың ішінде болуы керек. Дайын болған кезде тұнбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стакан ішеді. 20 күн. 1 айдан кейін қайтадан жалғасады. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәннің аш қарынға жейді. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде 0,5 килограмм тазаланған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стакан балмен араластырып жеу керек. Оны 10 шақтысын банкаға салып, қалған тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет ашқарынға 30 минут бұрын жеу керек. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап күніне 2 рет 50 граммнан ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стакан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам ән тағам каналы. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.